Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика пәні 4-ші сынып, 137-ші сабақ. Санды және әріпті өрнектер. Сабақтың мақсаты санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйренеміз. Амалдардың берілген мәтіндерінде бірнеше айнымалысы бар өрнектердің мәндерін табуды үйренеміз. Жерден 100 есе үлкен және оның салмағынан 333 мың есеге көп. Күннің орасан салмағы ғаламшарлар мен күн жүйесінің басқа денелерін өз орбитасында ұстап тұратын үлкен тартылыс күшін тудырады. Күннің ішінде лаулап жанған газдар орасан зор мөлшердегі энергияны одан жылу мен жарық түрінде шығарады. Күннің жарығы ай сияқты күн жүйесіндегі басқа денелермен шағылысып, бізге оларды көруге мүмкіндік береді. Күн біздің ғаламшардан 150 миллион километр қашықтықта болғанына қарамастан, күннің энергиясы жердегі тіршілікті жарық және жылумен қамтамасыз етеді. Әріпті өрнектермен берілген амалдардың қасиеттерін пысықтау. Жақша ішінде А қосылған Б қосылған С тең А қосылған жақша ішінде Б қосылған С қосудың терімділік заңы. Жақша ішінде А көбейтілген Б көбейтілген С тең А көбейтілген жақша ішінде Б көбейтілген С көбейтудің терімділік заңы. Жақша ішінде А қосылған Б көбейтілген С тең А көбейтілген С қосылған Б көбейтілген С көбейтудің қосуға байланысты үлестірілімділік заңы. Жақша ішінде А азайту Б көбейтілген С тең А көбейтілген С азайту Б көбейтілген С көбейтудің азайтуға байланысты үлестірімділік заңы. Әрқашанда балалар есімізге сақтап жүрейік. Түсіндірме жұмыс. Айнымалыларының берілген мәндеріне өрнектердің мәндерін әлде қайда тиімді тәсілмен табу үлгісі. 9А қосылған 40Б қосылған 31А қосылған 40 көбейтілу 10. Мұндағы А тең 30, Б тең 40. 40А қосылған 40Б қосылған 400 тең 40 көбейтілген 30 қосылған 40 көбейтілген 40 қосылған 400 тең 1200 қосылған 1600 қосылған 400. Мәні 3200-ге тең. 90 С азайту 20 С азайту 70 Д тең 70 көбейтілген 5 азайту. Мұндағы С 28-ге және Д 18-ге тең. 25Х қосылған 40У азайту 40 көбейтілген 20 азайт қосылған 15Х қос көбейтілген 40К мұндағы Х 20-ға, У 50-ге, К 30-ға тең. 40 қосылған Х қосылған 40У азайту 800 қосылған 40К. Балалар, кітабымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Егер теңдеулердің түбірін тапсаң, ол сан күн мен жердің айға қарағанда шамамен неше есе қашық орналасқанын көрсетеді. 400 қосылған 5А тең 3000 қосылған 3000. Бұл жерде бірінші 4000 қосылған 5А-ны жазып аламыз. 3000-ға 3000-ды қосамыз. 3000-ға 3000-ды қосатын болсақ, балалар, қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 3000-ға 3000-ды қосатын болсақ, 6000-ға тең болады. Енді 5А-ны жазып аламыз. 5А. Енді балалар не істейміз? Ойланамыз. Яғни 6000-нан не істейміз? 4000-ды азайтамыз. 6000. 6000 азайту 4000. Азайту амалын қоямыз. 6000 азайту 4000. Енді ойлансып отырайық, балалар. 6000-нан 4000-ды алсақ, қаншаға тең болады? 5А тең қаншаға? Дұрыс айтасыңдар. 5А тең болады 2000-ға. А тең. Енді балалар, не істейміз? 5А тең 2000-ға. Енді балалар, 2000-ді не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 2000-ді бөлеміз 5-ке. 2000-ді бөлеміз 5-ке. 2000-ді 5-ке бөлеміз. 2000-ді 5-ке бөлейік. Қаншаға тең болады, кәне балалар?
Дұрыс айтасыңдар, 400-ге тең болады екен. Жарайсыңдар балалар, 400-ге тең болады екен. Жауаптарын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз. Балалар, ендеше 4 есе қашық екен. Балалар, енді барлығымыз бірге отырып шығарып көрейік. Ай мен жердің арақашықтығы 384.403 километр. Ай мен жердің арақашықтығы 149.597.887 километр. Ай мен күннің арақашықтығы x километр, яғни біз теңдеу құру арқылы табуымыз керек екен балалар. Енді балалар теңдеу құрып көрейік. 384.403-ге қосамыз x-ті тең 149.597.887. X тең, яғни балалар біз қосуға кері амал, азайту амалын орындаймыз. 149.597.887-ден азайтамыз 384.403-ті. Балалар, 149.597.887-ден 384.403-ті азайтып көрейік. Неше шығады? Дұрыс айтасыңдар. 149.213.484 шығады екен. Ендеше балалар, жерден күнге дейінгі арақашықтық 149.213.484 километрге артық екен. Диаметрі айдың диаметріне қарағанда 13.996.526 километр артық. Айдың диаметрі 3.474 километр. Күннің диаметрі қанша километр? Балалар, бұл есепті біз теңдеу құру арқылы шығаруымыз керек. X азайту 13.996.526 тең 3.474-ке. X тең 3.474 қосылған 13.996.526-ға. Енді балар, қосып аламыз, X тең 14 миллионға. Енді балар, 14 миллионды X-тің орнына жазамыз, азайтамыз 13.996.526-дан тең 3.474-ке. 3.474 тең 3.474-ке. Ендеше жауабы күннің диаметрі 14 миллион километрге тең екен. Түсіндік па, балалар? Жарайсыңдар. Балалар, енді өрнектерді қалай ықшамдауға болатын есімізге түсірейік. X қосылған X тең 3X-ке. Жарайсыңдар, балалар. 7Y азайту 2Y тең 5Y-ке. 4 қосылған 5 жақша ішінде көбейтілген O тең 9U-ға. Жақша ішінде 10 азайту 6 көбейтілген X тең 4X-ке. 10B азайту 4A. Бұны ықшамдауға болады ма, балалар? Я, сендер білесіңдер, балалар. Бұны ықшамдауға, бұл өрнекті, болмайды. Балалар, енді өрнекті ықшамдап, олардың мәнін тауып көрейік. Мұндағы А тең 3-ге, Б тең 2-ге. Жақша ішінде А қосылған Б көбейтілген 5 қосылған 9А қосылған 3Б. 3 қосылған 2 жақша ішінде көбейтеміз 5-ге, қосу 9 көбейтілген 3, қосу 3 көбейтілген 2. Мәні 58-ге тең. Есіңе сақта. Айнымалы әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптерді берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек. Балалар, 4-ші тапсырма өрнектерді ықшамда. Бүгін өтіп жатырмыз өрнектерді қалай ықшамдау керек екенін. D қосылған D қосылған D қосылған D, яғни 4D, я? Ендеше өрнектерді қалай ықшамдаймыз? Дұрыс айтасыңдар, 4D. Енді B қосылған B қосылған B. Қанша B бар екен балалар бұл жерде? Дұрыс айтасыңдар, 3
Б бар. С қосылған С, қосылған 2 С. Қанша С-ға тең болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 4 С-ға тең болады екен. Балалар, өрнекті ары қарай өзіміз орнымызда отырып, ықшамдап көрейік. Балалар, бүгінгі сабақта біз өзіміз сабақты қалай қатыстық? Яғни, табыс баспалдағы арқылы өзімізді өзіміз бағалаймыз. Бірінші баспалдақ мен нені білемін? Екінші баспалдақ мен түсінемін. Үшінші баспалдағы мен жасай аламын.